Ассалаумағалейкум. Бүгін негізі Қазақстанда UFC турнир жайлы видеоның екінші бөлімі шығу керек еді, бірақ бізде шұғыл түрде өзгерістер енгізу керек. Бұл видео сәл кешірек, 1-2 күннен кейін шығады. Ал дәл қазір Азат Мақсым және Тагир Уланбеков деген бізде анонс шығып жатыр. Бұл жекпе-жек Бакудегі турнирде болады, яғни 21 маусым күні. Географиялық тұрғыдан енді біз үшін ең жақын UFC турнирі, былайша айтқанда. Және де енді жалпы қисында логика бар, Әзербайжан деп жатқаннан кейін Қазақстан бұл әлемдегі қазір өте бір белсенді мемлекеттердің бірі, ММА жақсы дамып жатқан мемлекеттердің бірі. Жарайды, бұл жерде енді біз тек қана енді соған байланысты емес, бұл менің айтып отырған Киочи Харигуджидің орнына, жапониялық жігіттің орнына ММА аңызы десек те болады, бұл жігітті ардагер десек те болады, UFC-де болған кезінде, осымен екінші рет келуі. Тагир Уланбековпен дәл осы жігіт өнер көрсету керек еді, бірақ жарақатына байланысты бас тартып отыр. Жалпы анонсты көрген кезде менің бірінші реакциям, қиындау болады. Мына жекпе-жек қиын, әрі ыңғайсыз. Дәл қазір біз болжам жасамаймыз. Мен болжам жасамаймын. Жалпы бұл жекпе-жектің былайша айтқанда боларысы жайлы айтайық. Айтып көрейік, не үшін келісті, ары қарай не болады деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Біріншіден, екеуінің қазір қандай позицияда екенін ескеруіміз керек. Жалпы Тагир Уланбеков бұл шыны керек UFC матчмейкерлері бір қатты жақтыра қоймайтын адамдардың бірі деп есептеймін. Өйткені стилі сондай бір көрерменнің көзін тартатын стиль емес, біріншіден. Екіншіден, көбі қатты назар аудармайтын шығар, бірақ Тагир UFC-ге келгеннен бері 6 жекпе-жек өткізсе, 8 жекпе-жегі болмай қалған. Яғни бұл тек қана ресми түрде бекітілген, міне осы күні болады деп анонс ресми шығып, дайындалған жекпе-жектің 8-і болмай қалған. Өзі бар жоғы 6 жекпе-жек өткізген. Көрдіңіздер ме? Бұндай адам, бұл шынымен де матчмейкердің кәдімгідей басын ауыртатын адам. Біріншіден, екіншіден, матчмейкер ондай адаммен жұмыс жасағысы кейде келмейді. Енді абырой болғанда бұл жігіттің ықпалды командасы бар, братаны бар, былайша айтқанда. Енді қазір осындай позицияда бұл жігіт рейтингте 10-шы орында, ақырын көтеріліп келе жатыр, қатарынан 3 жекпе-жекте жеңімпаз атанды. Бірақ шынымен де бір мықты танымал жігіттер, рейтингте тұрған жігіттер Тагирмен жұдырықтасқысы келмейді. Бұл да факт. Тагирден қашады. Бұл да факт. Харигучи де бұл жекпе-жектен жарақатсыз-ақ бас тартты ма деген ой келіп тұр. Енді осындай әрдайым бұл жігітке жекпе-жек жасау барысында бас ауыратын матчмейкерді қазір позициясынан ойлап көріңіздер, қазір кімді табам, не істеймін мен бұған деген сияқты. Өйткені қазір бір ай қалғанда өздері мысалы америкалықтар болсын, бразилиялықтар білмейтін айдаладағы Әзербайжанға барып бір қауіпті, стилі ыңғайсыз дағыстандық жігітпен төбелесу керек. Кім келіседі бұндайға? 90% жігіттер келіспейді. Енді Азат Мақсымды алып қарайық. Азат Мақсым қандай позицияда? Өткен жылы ақпан айында жекпе-жек өткізді, бір жылдан асып кетті жекпе-жек өткізбегелі. Сиджей Вергараға қарсы араб елінде өткізу керек еді, өткен жылдың тамыз айында жарақат алып қалды. Содан кейін былайша айтқанда басшылықтың өзінде банға кеткен адам. Өйткені жалпы жекпе-жекті кейінге қалдырған, болдырмай қалған жігіттерді матчмейкинг қатты ұната қоймайды. Матчмейкинг ұта бергендерді емес, матчмейкинг компанияға әрдайым көмектесетін, компанияны қолдайтын және белсенді болатын, кез келгенде жекпе-жекке шығып кетуге дайын тұратын жігіттерді ұнатады, дайын тұратын спортшыларды ұнатады. Міне қазір Азат үшін жақсы мүмкіншілік түсіп тұр. Менің білуімше, бұл сондай бір кішігірім инсайдерлік ақпарат деп айтуға болады. Харигучи бас тартты жарақатына байланысты деген кезде Азаттың тарапы, яғни менеджерлері өздері хабарласып, біз шығамыз деп өз кандидатурасын ұсынған. Міне сол кезде матчмейкердің позициясынан қарай, қазір бұл жекпе-жек жасап жатқан, бұл жекпе-жекке жауапты. Білетті, бітті. Оған онда менің басым ауырмайды. Тіпті жақсы болды деген сияқты. Енді Азаттың позициясын түсінуге болады, өйткені қаншама уақыт жекпе-жек өткен жоқ, кімді берсе де сонымен шығуға дайын. Одан бөлек компанияның алдында кішкене өзін ақтап алу керек. Өткендегі, енді кінәсі болсын болмасын, өткендегі шыға қалмай қалған жекпе-жегіне қатысты айтып отырмын. Осындай позиция. Ал енді Азат бұл жекпе-жектен не ұтады?
ұтпаса ұтылмайды деуге де болады бұл жекпе-жекте. Өйткені ұтылғанның өзінде де рекорды 1-2 болады. Бірақ шын мәнінде алып қарайтын болсақ, рейтингтік жігітке қарсы төбелесті. Шұғыл арада, енді бір ай бұл да жақсы бір уақыт болып есептеледі. Аздау шыны керек. Шұғыл арада шығып отыр бір спортшының орнына. Ал егер ұтып алса не болады? Ұтып алса бұл ең үлкен жеңісі болады Азаттың ең алдымен. Екіншіден, Азат бірден рейтингтен бір-ақ шығады. Ал ММА тәуекелшіл, жалпы тәуекелшіл адамдарды, тәуекелді ұнататын жігіт. Сондықтан бұл жерде енді тәуекел тек қана өзін ақтаса екен дейміз. Бұл жекпе-жекке қатысты болжамды сәл кейінірек, турнирге шамамен бір апта қалғанда айтатын боламыз. Оған дейін әлі біраз спортшылардың жекпе-жектерін қарап тағы да жаңартып алу керек. Ал бұл кішігірім былайша айтқанда реакция бұл жекпе-жекке қатысты. Сіздердің де ойларыңыз өте маңызды. Сондықтан комментарийге келіп өз пікірлеріңізді жазыңыздар, лүпілдетіңіздер, бөлісіңіздер. Одан бөлек менің әлеуметтік желілеріме де қош келдіңіздер. Инстаграм, телеграм парақшаларыма сілтемені қалдырамын. Сол жақта да ММА жайлы бір-екі ауыз сөз әрдайым айтып отыруға тырысамын. Ал осымен мен де өз сөзімді аяқтадым. Сау болыңыздар.